Өкінген жүрек. Бір бөлім, тыныштық төріндегі бақыт. Ауылдың етегінде биік талдармен көмкерілген шағын ғана үй бар еді. Сол үйде Асқар мен Гүлнұр үшеу баласымен тату-тәтті өмір сүріп жатты. Таңертең Гүлнұр самаурын қойып, балалар мектепке дайындап, күйеуіне шайын беріп шығарып салады. Кешке бәрі жиналып, бір дастарханда күліп ойнап, күнім қалай өтті дегенді сұрасып отыратын. Бұл бақытты сәттер Гүлнұр үшін әуелде мәнсіз сияқты көрінетін. Ол өмірден өзгеше нәрсе күтетін, жалын, жаңа әсер, романтика. Бір күні ол ауыл әкімдігі ұйымдастырған курсқа барып, қалаға бір аптаға аттанды. Сол жерде Ерлан есімді ірі компания өкілімен танысты. Ерлан сөзге шешен, көзі нұр шашып тұрған, іскер де сәнді адам. Ол Гүлнұрға ерекше назар аударып, күн сайын хабарласып, армандар мен болашақ жайлы сөйлесетін болды. Гүлнұрдың ішкі дүниесінде алау тұтанып, өмірім босқа өтіп жатыр ма деген ойлар мазалай бастады. Мен саған шын мәнінде лайық бақыт сыйлай аламын деді Ерлан бір кездесуде. Бірақ менің отбасым бар деді Гүлнұр үнсіз. Алайда жүрекке әмір жүрмейді. Ол көп ойланды, күйеуінің қарапайым тіршілігін Ерланның кербез өмірмен салыстырды. Ақыры бір күнде чемоданын жинап, хат жазып, отбасын тастап кетті. 2 бөлім, жалған бақыттың көлеңкесі. Гүлнұр қалаға келгенде Ерлан оны жылы қарсы алды. Қымбат мейрамханалар, сәнді киімдер, көркем кештер, бәрі де ертегі іспеттеді. Ол алғашында өзін еркін, жеңіл, жаңа өмірге қадам басқандай сезінді. Бірақ уақыт өте келе Ерланның мінезі өзгерді. Ол енді жиі жұмысқа сілтеп кеш қайтатын болды. Кейде хабарсыз кетіп қайта оралғанда суық сөйлейтін. Мен сенмен болашақты бірге елестетіп едім деді бір күні Гүлнұр. Сен тым көп талап етесің деп қысқа қайырды Ерлан. Мен сені жақсы көрем, бірақ менің өмірім тым күрделі. Сол күннен бастап Ерлан алыстай берді. Ақыры бір таңертең Гүлнұр оянғанда үстел үстінде хат пен пәтер ақысын төлеуге арналған азын-аулақ ақша тауып алды. Хатта кешір, бәрі біз ойлағандай болмады деген бір ғана сөйлем жазылған еді. Сол сәтте ғана Гүлнұрдың көзі ашылды. Ол енді жалғыз еді. Қасында не туысы, не досы жоқ. Ауылдағы үйі, балалары, Асқар, бәрі алыста қалып, енді оларсыз өмір мәнсіз еді. Ол күн сайын терезе алдында отырып, өткен өмірін ойлап, мен не үшін бақытты отбасына тәрік еттім деп өз-өзінен сұрай беретін болды. Бірақ жауап жоқ. Тек үнсіздік пен өкініш. 3 бөлім, ауылға оралған бейбақ. Күздің сұрғылт күні еді. Аспан жапырақтай жыртылып, жел үдей соғып тұрған. Гүлнұр вокзалдан түсіп, баяғы таныс ауыл жолына түсті. Қолында бір чемодан, көңілінде мың өкініш. Ауыл оған бұрынғыдай жылы көрінбеді. Талдар солғын, үйлер үнсіз, ал жүрегі тіпті ауыр еді. Көше бойындағы адамдар оны танымайтын сияқты. Бірен-саран үлкендер басын шайқап, үнсіз қалды. Ақыры өзі тастап кеткен үйдің алдына келді. Есікті ашты, іштен бейтаныс әйел шықты. Артынан 3 баласы ерді. Балаларының бірі Гүлнұрға көз тастап, сәл бөгеліп, бірақ танымай өте шықты. Кенет Асқар көрінді. Көзі бұрынғыдай мейірімді емес, салқын. Гүлнұр көз жасын тыя алмай. Асқар, кешірші, мен адастым деді. Асқар үнсіз тұрды да. Біз енді өмірімізді қайта құрдық. Балалар үшін де, өзіміз үшін де. Сенің орның бос емес деп үйге кіріп кетті. Гүлнұр есік алдында тұрып қалды. Қолындағы чемодан ауыр емес еді, бірақ жан жарасы одан да ауыр. Бір кезде бақыт деп кеткен әйел енді өз үйінің табалдырығынан аттай алмай қалды. Ол өзі қиып кеткен өмірге қайта кіруге кешіккен еді. Сол күні ол ауыл шетіндегі анасының бос қалған ескі үйіне барып соған орналасты. Енді күн сайын өткенді ойлап, өзін кешіре алмай, жалғыздықпен өмір сүріп жүрді. 4 бөлім, үміт сәулесі. Гүлнұр ауыл шетінде анасының ескі үйінде тұрып жатты. Терезе алдындағы шай үстелі, сықырлаған еден, қақыраған пеш, бәрі де естеліктерге толы. Ол таңертең тұрып, бақша суарып, кешке қарай жіп иіріп отыратын. Тек кешкі үнсіздікпен балалардың күлкісі естілмеген үй ішіндегі тыныштық жанын ауыртатын. Бірақ өмір тоқтап қалмады. Бір күні көрші әйел келіп, мектепке тазалықшы керек екен. Барып көрсеңші деді.
Гүлнұр келісіп мектепке жұмысқа кірді. Онда бұрынғы сыныптастарының балалары өз балаларымен қатарлас оқушылар жүрді. Ол үнсіз жұмыс істеп баршаға сыпайы, ияң күйде қарады. Уақыт өте ауыл адамдары оның өзгергенін байқай бастады. Бір кездері оны сырт айналғандар енді сәлемдесіп жағдайын сұрайтын болды. Жазда Гүлнұр ауыл мешітіне барып діннен жұбаныш тапты. Ол жүрегіндегі жараны емдеудің жалғыз жолы кешіру екенін түсінді, өзін де, өткенді де, тіпті Ерланды да. Бір күні мектеп ауласында жүргенде алыстан ұлы Айдос өтіп бара жатты. Ол сәл тоқтап анасына көз тастады. Гүлнұр оның көзінен таныстық пен өкінішке толы ренішті көрді. Айдос үндемей өте шықты. Бірақ Гүлнұр үшін бұл үміт еді. Демек, бір күндері ол балаларының кешіріміне де ие болар. Сол кеште ол күнделік жазып отырды. Бақытты мен сырттан іздеппін. Ол менің отбасымда, балаларымның көзінде, күйеуімнің үнсіз қамқорлығында екен. Қазір тым кеш. Бірақ мен тірімін. Жүрек соғып тұр. Демек, үміт бар. Ол шамды өшірді. Терезеден аспанға көз тастады. Қара түн ішінде жалғыз жұлдыз жанып тұрды, кішкентай, бірақ нұрлы. Сол жұлдыздай болар Гүлнұрдың үміті де. Соңы